Қайырлы күн әріптестер, бүгін мен сіздерге осындай форматтағы слайдтарды қалай жасалу жолымен бөлісемін. Яғни қазір бірінші назар аударайық. Егер бүйтетін болсақ, бізде машинамен бірге жүріп өтті. Және ол түтін шығарып жатыр. Енді осындай слайдтарды біз қалай жасаймыз? Ол үшін бізге алдымен гифка және PNG деген ұғымдарымен танысу қажет болады. Алдымен интернеттен іздейміз. Мынадай бізге жол керек. Әрине бізге интернеттен орысша ақпараттарды іздеген неғұрлым тиімді болады. Алдымен интернеттен дорога PNG деп іздейміз. Дорога PNG деп, егер дорога деп жазатын болсақ, онда бізге осындай фондағы суреттер шығады. Бізге мынадай артындағы фоны жоқ, ағашы жоқ суреттер қажет. Оны жүктеу үшін міндетті түрде PNG деп жазу қажет болады. Яғни фоны жоқ суреттерді біз PNG деп айтады екенбіз. Мысалы, мына суретті алдым мен, мышканың оң жағын басып, сохранить картинку как деп керек жеріңізге сохранить етіп аласыз. Мен қазір сохранить етіп қойдым. Екінші этап машина PNG деп іздейміз. Мысалы, машина деп жазсақ, көптеген машинаның суретін шығарып береді. Ал бізге фоны жоқ машина қажет болғандықтан біз PNG дегенді қасына қосып жазамыз. Сол кезде көптеген машинаның суретін жазады. Міне мен мына машинаны таңдадым. Артында фоны жоқ. Тағы да мышканың оң жағын басып сохранить картинку деп сақтап алдым. Енді үшінші бізге қажетті мына қозғалып тұрған дымның суреті. Міне қозғалып тұрған дымның суреті. Оны дым PNG деп іздейміз, бірақ қасына GIF деп қосамыз. Қазір мен сіздерге түсіндірейін. Дым деп іздейтін болсын. Көптеген сурет шықты, бірақ олар қозғалынбайды. Бірақ егер GIF деп іздейтін болсақ, онда ол анимациясы бар, жыбырлап тұрады. Мысалы, мынау, немесе мынау, немесе мынау. Осындай сияқты көптеген дымдарды жүктеп алуымызға болады. Енді оны жасау үшін жаңа бет ашылып, вставка, рисунки деймізде, рабочий столдан жаңағы жолдың суретін қойып аламыз. Керек бөлігімізге осылай тартып үлкейтсек болады. Содан кейін барып біз оның үстіне вставка, рисунок деп машинаның суретін қоямыз. Осылай етіп өзіміздің қалаған бөлігімізде үлкейтіп, кішірейтіп алсақ болады. Енді біз слайдымызға дым, яғни түтіннің жыбырлап тұрған суретін қою үшін біз интернеттен жаңағы дым деп іздеген, дым, GIF, PNG деп іздеген жерден өзімізге қажетті түтінді копировать етіп алсақ болады. Мен компьютерме сақтамаған екенмін. Копировать картинку деймін де, осы жерге барып қоямын. Енді дымды белгілеп алып, кішкене кішірейтіп, жерге қойсақ болады. Енді қарап көрейік. Дым бізде шығып тұр, яғни жұмыс жасап тұр. Енді біз оған анимация қою үшін екеуін алдымен белгілеп алып, машинамен дым бері қарай қозғалу керек, яғни түтін машинамен бірге жүріп өту керек. Ол үшін біз анимацияға барып, өткен видеомда да айтып өттім, қарап өтсеңіз болады, линия дейміз. Линия деген кезде төменге қарай тұр екен, оны біз мына жаққа қарай жылжытып аламыз. Машинамызды мына жаққа қарай жылжыту қажет болады. Мұнда жүріп кету үшін дымды да дәл солай мына жаққа қарай жылжыту қажет болады. Енді просмотрмен көріп көрейік. Яғни осылай дымды кішкене былай қарай жылжытсақ болады. Қарап көрейік тағы. Міне біздің бірінші слайдымыз дайын болды. Келесі ерекше стильдегі слайд. Қарап отыратын болсақ, бұл жерге міне мына жерде кең дала қозғалып тұр. Мұнда прозрачный фонда әдемі жазу тұр.
Енді біз оны қалай жазамыз? Яғни біз жаңа қозғалып тұрған картинканы GIF деп табамыз дедік. Ол үшін интернетке step GIF PNG деп жазамыз. Сол кезде көптеген қозғалып тұрған картиналар бізде шығады. Мысалы, мынау. Осыны біз копировать етіп алып, мұнда біз жаңа бетімізге қоямыз. Сосын оны барынша үлкейтіп аламыз. Осылай үлкейтіп аламыз. Содан кейін біз мынадай фигураны қоюымыз керек. Ол үшін вставкаға барып, фигуры дегеннен барып, осылай үлкен етіп фигура қойып алғаннан кейін біз прозрачный фонды шығару үшін формат фигуры дегенге басамыз. Сол кезде прозрачность деген бар. Сол жерге қойып, сосын мына жерде түсті ақ етіп, сосын границасын шетіндегі мына жерден контур фигуры дегеннен нет контуру қылсақ болады, немесе ақ қылып қойсақ болады. Мына жерден заливка фигурыды тоже ақ қылып қойып, немесе мына жерден бүйтіп ашықтау етіп, фантазияңызға байланысты. Енді осының ішіне әдемі тақпақты қойсақ болады. Мен мына тақпақты көшіріп әкеліп қояйын. Вставка, надпись. Осында қоямыз. Біздің слайдымыз дайын. Өте ерекше стильде. Келесі креативті бір слайд жасауды көрсетейін. Яғни бұл жерде қарап отырсаңыз, мына картинадан мынадай жазуды шығару. Осы картинадағы элементтерді қолдана отырып, мына тауды қолдана отырып, осындай жазуды біз қалай жасаймыз? Бұл үшін жаңа лист алып, мынадай өзіңізге ұнаған картинаны қойып аласыз. Мына екі картинаны копировать етіп, мына слайдыма қойып алайын. Содан кейін вставкаға барып, надпись дегенде жазамын өзіме қажетті бір сөзді. Мысалы, мынау кітап деген сөз болсын. Үлкен әріптермен жазайын. Кітап. Енді оның арасын ашамын. Пробел тастап, ол шрифтіні үлкейтемін кішкене. Үлкейтіп қоямын да, ортаға қояйын. Енді осы кітап деген сөзді мына книга суретінің үстіне қоямын. Содан кейін бірінші картинаны, сосын перне тақтадан Ctrl-ды басып тұрып, Ctrl-ды, сосын жазуды белгілеймін. Кітап деген, сосын жоғарда работа с рисунками, средства рисования дегендер бар. Сол жерде средства рисованияны таңдап, объединить фигуры дегеннен пересечение дегенді алсақ, яғни кітаптағы элементтерді алып бізге жазуды шығарып береді. Немесе тағы да бір рет көрейік, мына тау деген сөзді жазайын. Мына жерге, то есть таудағы элементтерді пайдаланайық. 2023 деп жазамын. Ортасына пробел тастайын. Шрифтісін үлкейтіп алып, тағы да картинаның үстіне келіп қоямын. Таудың картинасының үстіне. Содан кейін бірінші картинаны, екінші 2023 деген жазуды белгілеп, средства рисования, объединить фигуры, пересечение десек, мынадай сияқты бізге жазуды шығарып берді. Немесе осы жазуды басқан кезде жоғарыда обрезка деген бар. Содан обрезка дегенді басатын болсаңыз, мысалы басқа бөлігіне барып қоюға болады. Мысалы мына жерге барып қоюға болсақ болады. Немесе бізге мына жерге барып қоюға болады. Қай бөлігі сіздің картинаны ұнап тұр, сол жерге барып жазуыңызды қалаған жеріңізге қоя аласыз. Кітап дегенді де работа с рисунками, обрезка деп жазып, мысалы біз мына бөлікке қоятын шығармыз, осылай етіп жылжытып қойып алсақ болады. Немесе мына бөлікке қоятын шығармыз, осылай етіп қойып алсақ болады. Осындай сияқты слайд жасауға арналған идеяларды өзіңіз фантазияңызға байланысты құрып, әрі қарай дамыта берсеңіз болады. Мен ұсынған ақпараттар кәделеріңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.